Сіздерді келе жатқан мейрамымыз тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сондай-ақ осы биылғы сіздердің жеткен жеңістеріңізбен құттықтаймын. Бұл жеңістердің артында әлбетте мақсаткерлік, алдаңызға бір үлкен жоспар құрып, сол жоспардан айнымай, күндіз-түні талмай жаттығудың нәтижесінде бір үлкен жетістіктерге жетудің бұл үлкен көрінісі. Бұл сіздердің жеңістеріңіз тек сіздердің жеңістеріңіз емес, бұл әрбір шығыс қазақстандықтың, көпшіліктің, ағайын туыс жақындарыңыздың үлкен қуанышы, көпшіліктің жеңісі. Осы жеңіс барлығымызға құтты бола берсін. Осы облыс әкімі еңбегімізді бағалап, жаңадан әлем чемпионатын бағындырып келе жатқанымызды көріп, осындай бізге өзінің жылы лебізін білдіріп отыр. Соған елеп, ескеріп, шақырып отырғаны көп-көп алғысым шексіз. Рахмет көп-көп осындай. Осыдан кейін спортсмендер, мен ойлаймын, дами береді деп. Осындай қолдау болғаннан кейін, және де қазақтың туын биікке көтеріп жүре беретіні анық сенемін. Соңғы жарысым Мәскеу қаласында болды, чемпионат мира болды. Содан бірінші, екінші орынды иелендім. Бір дисциплинадан екі категорияда шықтым. Өте ауыр жарыс болды. Бірінші әлем чемпионаты ол осы жылдың басында Евразия чемпионатын жеңіп, өзімнің рекордымды, әлемдік рекордымды қойған болатын. Осы жарыста міне әлемдік өзімнің қазақтың қандай екенін көрсетіп, әлемді бағындырып отырғаным бар. Дәстүрлі садақ атудан ұлттық құрама мүшесімін. Соңғы жыл соңында өткен әлем кубогінде Корея елінде қола жүлдегерге атандым. Жалпы спортшылардың осылай елеп ескеріп біздің нәтижемізді көріп жатқаны көз қуантады. Өйткені бұл біздің жыл бойы, жылдар бойы төккен теріміздің нәтижесі. Жылда қайталанып жатса, осылай көп жағдайда спортшылар көзден тыс қаламыз. Сол себептен осындай жиындар барлық спорт түрі бүкіл шығыстан әлем деңгейінде, халықаралық деңгейде жүлделі орын алып жатқан спортшылардың еңбегін ақталғаны және де осылай елеп ескерткені көз қуантады.